right, I'ma do you right. Достар, бұл видео көрместен бұрын достар, мен Skywars деген ойында ең алғаш рет бастап отырмын, сондықтан ол қатты бағаламаңыздар. Ары қарай енді видеоны көре беріңіздер. Достар, осы видео 30 лайк жинап кетейік. Мен келесі видеоны обязательно шығарамын. Go to 30 лайк әрине. И, короче, бақтыңыз сәлем сізден бірге мен Али Блайханов каналына достар. Бүгін біздің бір Adix серверіне ең алғашқы Skywars'ымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі Skywars қызық болады деген ойдамын, себебі бұл өте алғашқы Skywars. Және достар, мен сіздерге ескертетінім, достар, мені қатты сыйламай қойыңыздар, мен Skywars, Bedwars дегендердің онша жоқпын. Енді бастап жатырмын активіміз көтеру үшін. Сондықтан видеоны ары қарай тамашалай берсеңдер болады. Және бұл таныстыру болатын. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Достар, біздің бірінші гадкамызда осылай келіп жетті, өте тез деп ойдамын. Достар, мені қатты сынамай қойыңыздар Skywars'та, себебі мен онша дым ойнай алмайтын боламын. Яғни нуб секілді ойнайтын боламын. Достар, мен өте сондықтан просто так ойнай алмаймын, сондықтан ренжімеңдер енді қатты ойнай алмағаным үшін. Бірақ достар, алдағы уақытта үйренемін деген ойдамын. Үйреніп сіздерге көрсетсем жақсы болады деген ойдамын. Бір ана неді кедергі келтіріп жатқан қарашы, ебі. Типа жаман болып жатыр мынау. Кет бір. Ойбай, өлтіріп тастап жүр анау мені. Құда бар, кет бір. Ой, өліп қалдық достар. Ренжімеңдер енді. Бірінші раундта мен өшім дым ойнай алмайтын боламын. Ал екінші гадкаға кеттік. Достар, біздің міне, короче, екінші гадкамызда келіп жетті. Қандай карта тұтқан сасы easy yoz дейме, бірнәмесінде сондай гадка әйтеуір. Білмеймін, әйтеуір нормальный гадка екен, өзім маған ұнайтын гадкалардың бірі. Осы гадка, тағы да ботинки шықты. Ой, осы бір ботинки де бір. Так, клин ботинки шыққап жүрмесін, әне соған болды ботинки шықты дегенге болды. Біркен клин ботинки шыққап жүрсе жаман болды. О, броня! О, алмазный броня, еще зачарованный плюс. Ой, ебать, достар, өте керемет мынау дейтін. Мынау бірте Skywars. Слететіп қойсақ болады, короче, слететіп қойсақ болады. Ойбай, кет бір, құры бар, кет бір. Ой, жоқ, достар, мен өлдім соңдыран. Достар, енді мен сынамаңыздар деп айтқан болатынмын. Енді үшінші гадкаға кеттік. Егер комментарийге өйтіп жамандайтын болсаңыздар, менің каналымда хейтер болып кете беріңіздер. Алғашында бәрі осылай басталады. Сондықтан ренжімеңдер енді, мен енден үйренемін. Ал ендеше біз үшінші гадкаға кеттік. Достар, біздің міне үшінші гадкамызда келіп жетті. Осындай өте керемет гадка десек те болады. Тұр карта режимін көрсететін болам. Бізді режим өзіміздің сол баяғы жақсы көретін карталарымның біріндегі қандай? Ол әрине нормаль деп мұн. Ал режимі нормаль тұр. Ал достар, маған қатты ұнайды осындай кезде ойнағанда тіпті керемет ойнайсың ғой. Короче, міне осындай бар өте керемет, маған ұнайды. Бұл Skywars өкілі. Сол себепті ұнаған себептері осындай ұнаған. Пацанчикте слететіп қойсақ болады өзімізге. Слететіп қойсақ. Жоғы, Құмай, ішке кір, да. Крисан, ұртта, давай, давай. Слететіп қыдан пацанчик. О, слетететті. Кроссава. Тек тығылып отыр. Адамдар келгенше тығылып отыр. Тек қана тығылып отыр. Болды, тек қана тығылып отыр. Жай ғана тығылып отыр. Сол саған сабақ болды. Оны үстіге қарай кетіп қалсам болады, мен өткен үстіде ешқандай қауіп жоқ. Мен осы жаққа барам да. Достар, мен тосын наушник болғасын ойнай алмай отырмын, ойынша наушник қолым тіреп-сай береді, былай қарай ойнай отырсам. Так, мына жерлерде сарақтың сетет етсеміз, бір-екі адамдардың мені отрывасение лучше шетті. Слететіп тасақ болады бізге. Опа. Қалайсыңдар, бері келіңдер, бауырлар, бері келіңдер. Ойбай, көтімді қасия пашамай деп па, достар, ойнай айтамын болсын. Ойбай, не бар мына жерде, так слететіп еді ана пацанчик мені.
қуат жіберді бізді. Достар, шрифтке отырса өте қатты ойнаймыз. Достар, міне бүгінгідей біздің осылай біздің неміз аяқталады. Өте керемет Skywars болды деп ойлаймын. Әйтеуір өзімнің орнымда ойнадым. 2 убийство болды барлығында. Бірақ сіздер ренжімейді деп ойлаймын. Әйтеуір осылай сіздерге видео түсіріп жатқаныма рахмет. Осыны достар, менде көп видео шықпай кетті. Неге шықпай кетті деген себептеріңізді айтсаңыздар. Өйткені мен өте қатты ауырып қалған болатынмын. Сол себепті өте көп видео шықпай кетті. Оған бола ренжімеңіздер. Мен қатты ауырдым, сосын мен дейтін өте бір жетпеймін, істеп қалдым. Бір жетте шама видео түсірмей қалдым соның кесірінен. Достар, енді оған болған ештеңенің қажеті жоқ. Ендеше біз осыны видеоны аяқтаймыз. Тек қана сіздерге сәттілік. Қош сау болыңыздар. Just lay back, 'cause tonight I'ma do you right.